Саба шерифіңіз хайырлы олсын. Февральның 13-ші салы күні заман яңа хаберлерін айдынлата студияда Мәфиле Мұхтарова чылышам. Қырымның юғары Рус махкемесі бір кішілік наразылықлар давасында бүгін 14 шекей терезасыны бақажақ. Бірінші отырушылар бір саттан башламалы. Бір кішілік наразылықларының іштіракчілері оларға берілген пара жазаларына қаршы тираз білдіре, шекейтлер 2 аптадан берлі бақылы. Қырымның юғары Рус махкемесі бұтын оларны редіткені-ді. 2 қырымлының пара жазасы есе 15.000 рубледен 10.000-ге ексілтілгені-ді. Кешкен сене октябрінің 14-інде юзден зейде Қырым татары репрессияларға қаршы бір кішілік наразылықларға чыққаны-ды. Русия қанунлары бұны ясақ етмелі, ләкин ішғалшілер қанунсыз митинг қолғанына исрар етіп, 80 инсанға пара жазасыны берді. Жүремелерінің умуми миқдары 1 миллион Русия рублесіне етті. Қырым ішғалшілерінің қавсызлық тедбірлерінің құветлештірмесі ярымадада яңа яқалауларға ел бережек. Бөлі фікірні аққорчалайчы Ольга Скрипник айдынлатты. Оның айтқанына көре Русия құқыройчылары террорист телекесі бар деп, Қырымдағы жемат фааллеріне басқы япажақ. Аққорчалайчының фікірінше ФСБ қырымлыларны тешкіріп, экстремист мәлімат, едебият яда темсаллеріні қыдырajақ, ijtimai ағлардағы сайфилеріні инжележектор. Не факт, что даже появятся террористы, скорее всего, будут ловить так называемых экстремистов. А это настолько размытая формулировка. Могут появиться новые задержания. Вполне возможно, что будут задержания связаны не только с террористическими статьями, но и с так называемыми экстремистскими статьями. То есть, в принципе, любой пост или там публикацию против Путина или против выборов или бойкота выборов могут расценить как угодно, там, призывы к свержению власти или экстремистские материалы. То есть трудно вообще предвидеть, как они будут это квалифицировать. Қырымдағы сайлау комиссияларының азаларына қаршы жинайы тақиқат башлатмақ. Украина сайлаушылары комитеті Қырым прокуратурасына бөле бір талабыны айдынлатты. Мартның 18-інде Русияде президент сайлаулары олажақ. Ишғал алтындағы ярымадада да реберілмесі планлаштырылы. Комитет берген мұражатында ярымадада сайлауларының тешкіл етілмесінде іштірак етмек, қанунны бозмақ демек деп қайдетем. Ал азырда ярымададағы сайлау комиссияларының азалар сайысы 10.000-ге етті. Чоқысы ұжа ве 2 мұлы. Сайлау комиссияларының ішінде іштірак еткен инсанлар esas Украинаға чықып оламас, биометрик паспорт аламас ве атта апөз жазасын алмасы мүмкін. Украина сайлаушылары комитетінің рейсі Минке ярымада сакенлері бұны білсе чоқысының сайлау комиссияларының азалары олмақ істеклері yok olur. Якщо ви погодитесь заробити 5000 рублів і працювати в виборчій комісії, це означає, що в Україні проти вас може бути відкрита кримінальна справа, вам загрожує реальний тюремний термін, ви не зможете приїхати в підконтрольну Києвом частину України, не зможете отримати біометричний паспорт, і для вас безпосередньо є серйозні ризики. Милли Меджлис рейсі Рифат Чубаров да ярымадада сайлауларының тешкіл етілмесінде іштірак етежек инсанлар неге ұғырайжағыны айдынлатты. О қанунсыз рейберуына кечіргенлер жинай месулет кечекілежек деп қайдетті. Saylap komisyonda iştirak etmesi demek ki sen Rusya devletine Kırım'da kendi işgalciliğini daha çok derince kuvvetleştirmekine yardım edesin ve haksız alıp varılacak saylavlarda sen de cinayetçi olarak iştirak edesin. Saylava bilesiniz becermeyip da ya Allah göstermesin boysunup da korkup da kaltırayıp da varıp iştirak etmesi o bir. Ama saylavları hazırlaması, saylavları ötkermesine, işgalcilere yardım etmesi o iki. Ona hiçbirisi aslı Allah göstermesin. Son biz onları kurtarmaya olmak.
Қарымда ұйдырылған Украин диверсантларының көрешмек үшін советлерінің ұсуларына ғайрыдан тіклемеге істейлер бұақта сөзді Жемат палатасының елбасшысы Григорий Уф білдірді. Оның айтқанына көре Русия президентінің сайлаулары өгіне Украина мақсус қызметлері ярамадада фаллеші жек бұңа қаршы көрешмек үшін ісе советлер қолданған ұсуларына қатырламақ керек екен. Лав жасусларға қаршы тедбірлер аққында кетем. Шымдылық бұл соңғы хабарамызды эфирна саба яйыны девам ете, атайрелі олыңыз.